Ассалаумағалейкум құрметті отандастар. Мен бүгін Instagram парақшасын қарап отырып, ерекше бір жаңалыққа көзім түсті. Ол жерде Ұлы Отан соғысы жеңісінің символына айналған Рейхстагтың басына туды бірінші болып кім тікті деген мәселеге қатысты алғашқы рет ақиқат ақпарат жарияланыпты. Яғни Ұлы Отан соғысы жеңісінің соңғы нүктесін қазақтың баласы мен татар баласы туды Рейхстагтың басына тұғырлап, соғыстың соңғы нүктесін қойып бергені жайлы айтылады. Бұған дейін Рейхстагқа туды бірінші болып тіккен адамдар ретінде Михаил Егоров, Мелитон Кантария және Алексей Берестер айтылатын. Міне арадан қанша уақыттар өтсе де, батыр атамыздың даңқы аспанда найзағай ойнатуда. Әкемнің әкесі Ұлы Отан соғысының соңғы кезеңі жайлы айтқанда ерекше толғанатын. Ол күндері аспаннан жауған оқ, жаңбыр сияқты атылып тұратын, жарылған бомбалардың даусынан құлақтар естімей, денелер қалтырайтын, жау жақтан атқылап тұрған оқтардан аман қалу мүмкін еместей түйілетін. Рахымжан Қошқарбаев пен Григорий Болатовтар сондай оттың арасынан батырларша шайқасып, Рейхстагтың басына қарай ұмтылған. Олар жолында қаншама неміс әскерлерін кездестіріп, олармен шайқасқа түскен. Олардың 200-ін мерт қылып, соңында Рейхстагтың басына ұлы жеңістің соңғы нүктесін тұғырлап, туды тікті. Солайша күллі түркі перзентіне үлгі болатындай дәрежеге ие болып, мәңгі даңқ пен атақтың төрінен жай алды. Бұл түркі қазақ пен татар баласының ерлігі өскелең ұрпаққа шынайы ерліктің болмысы болса да, тек бір ұлтты ұлықтайтын жүйенің басшыларына Рейхстагтың басына туды түркі халықтарының перзенттері орнатқанын білгенінде қатты ашуға мініп, генерал Жуков тарапынан қатты сынға алынып, Рейхстагтың басына туды тіккен орыс перзенті болуы керек деген әңгіме айтылды. Солайша соғыс біткеннен кейін туды қайта тігіп, жасанды батырлардың атын атады. Олар жоғарыда аталғандай Михаил Егоров, Мелитон Кантария және Алексей Берестер болатын. Міне осындай кеңес үкіметі тарапынан тарих ашық түрде бұрмаланып отырылды. Рахымжан Қошқарбаев атамыз бұл кезде небәрі 20 жаста болатын. Намысын қолдан бермеген батыр атамыз жаудың қаһарынан сескенбей, оттың ортасынан аман өтіп, мәңгі ерлік мұрасын біздерге қалдырып кетті. 1999 жылы 7 мамырда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Рахымжан Қошқарбаевқа қаза болғаннан кейін халық қаһарманы атағы берілді.